Саламатсыздар ма? Құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қазақстан Республикасында адвокатура қызметінің құқықтық негіздері. Қаралатын сұрақтары: адвокатураның міндеттері, адвокат түсінігі, адвокаттардың заңды көмегі. Енді адвокатура ол заңгерлердің азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға көмектесу, сот әділдігін іске асыру, заңдылық тәртібін нығайту мақсатында заңдық көмек көрсету үшін ерікті түрде ұйымдастырылған бірлестік болып табылады. Адвокат бұл Қазақстан Республикасының азаматы, 25 жасқа толған, жоғары заң білімі бар, адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын, заң саласы бойынша 2 жыл жұмыс өтілімі бар, және де адвокаттық қызметті жүзеге асыруға лицензия алған адам адвокат болып танылады. Адвокаттың құқықтық мәртебесі. Адвокат көмек сұрап келген адамға ол мұқтаж болған кез келген заң көмегін көрсетуге құқылы. Адвокат өзіне заң көмегін көрсету туралы өтініш жасаған адаммен жазбаша келісім жасасады. Адвокаттың төмендегідей құқықтары бар. Олар: барлық соттарда заң көмегін сұрап келген тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға және білдіруге, барлық мемлекеттік органдардан адвокаттық қызметті жүзеге асыруға қажетті мәліметтерді сұратуға, заң көмегін көрсету үшін нақты мәліметтерді жинауға және дәлелдемелер табыс етуге, өтініш жасаған адамға қатысты материалдармен, іс жүргізу құжаттарымен, тергеу және сот істерімен танысуға, олардағы ақпараттарды белгілеп алуға, мемлекеттік құпияларды құрайтын ақпаратпен, сондай-ақ әскери, коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын ақпаратпен танысуға және заңдарға қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға құқылы. Адвокаттың кәсіптік мінез-құлық нормалары. Яғни адвокат заң көмегін көрсету кезінде мынандай кәсіптік қағидаларды сақтау керек. Яғни өзінің құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде адалдық білдіруге, органдар мен лауазымды адамдарға қатысты өзін әдепті ұстауға, өзінің кәсіптік мінез-құлқын көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның құқықтары мен заңды мүдделеріне сәйкес қалыптастырып және шектей отырып, істі қасақана созуға, заң көмегін көрсетудің заңсыз әдістеріне, алдауға жол бермеуге, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның мүдделеріне адалдық сақтауға және оның мүдделеріне қайшы қандай да бір әрекеттер жасамауға тиісті. Адвокат заң көмегін адал көрсетуге, моральдық тазалықтың үлгісі мен адами мінез-құлықтың сүйеніші болуға, өзінің кәсіптік дағдысын ұдайы жетілдіруге, құқықтық білімдер мен қолданыстағы заңнаманы белсенді насихаттауға тиіс. Яғни адвокат кіршіксіз тазалық пен жарасымды мінез-құлықтың иесі болуға тиіс. Адвокаттар процестің тең құқықты қатысушы ретінде өз кәсібінің абыройы мен беделін жоғары ұстауға тиіс. Адвокат өзінің кәсіби міндетін атқару кезінде ол қоғам мүддесіне қайшы келмейтін азаматтар мен ұйымдардың
құқықтар мен міндеттерін қорғау ғана ортақ мүддеге сай келетіндігін ескеруге керек. Заң нормаларын дұрыс және дәл қолдану керек. Заң көмегіне жүгінушіге оның құқықтары мен міндеттерін түсіндіре отырып, кеңес беру керек. Яғни адвокаттың мінез құлқы ол заң көмегін көрсету кезінде де, күнделікті тіршілігінде де заң мен адамгершілік принциптеріне сай болуға тиіс. 2011 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін адвокаттық қызметпен лицензия алу құқығына 10.588 лицензия берілген. 2018 жылдың 1 сәуіріне дейін адвокаттық қызметпен айналысып жатқан адвокаттар саны 4733. Және былтырғы жылмен салыстырғанда ол 99 адвокатқа көбейген. Яғни соңғы 4 жылда адвокаттар саны бар жоғы 7-8%-ға көтерілген. Адвокат құпиясын адвокатқа жүгіну фактісі көмек сұрап өтініш білдірген адаммен басқа да адамдармен жасалған ауызша және жазбаша келіссөздердің мазмұны туралы, көмек сұрап өтініш жасаған адамның мүдделеріне жасалатын әрекеттердің сипаты мен нәтижелері туралы мәліметтер, сондай-ақ заң көмегін көрсетуге қатысты өзге ақпарат құрайды. Адвокаттардың адвокаттар алқасы төралқасы, заң консультациясы, адвокат кеңсесі қызметкерлерінің заң көмегін көрсетуге байланысты алынған мәліметтерді жария етуге, сондай-ақ өз мүдделері немесе үшінші бір адамдардың мүдделері үшін пайдалануға құқығы жоқ. Адвокат құпиясына жататын мәліметтерді көмек сұрап өтініш жасаған адамның келісімінсіз жария еткен адвокат заңға сәйкес жауапты болып табылады. Енді адвокатураның міндеттері. Яғни жеке және заңды тұлғаларға заңдық көмек көрсету, құқықтар мен заңды мүдделерін сақтауға көмектесу, заңдылықты сақтау және нығайту, жеке адамдардың құқықтарын қандай да болмасын қол сұғушылықтан қорғау, заңдылық үшін күресу, сот әділдігіне жәрдемдесу. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары шебер, істі жақсы біліп, біліктілік танытып, құқығы қорғалғанда ғана толық көлемде жүзеге асырылады. Яғни бұл жағдайда заңды білу ғана емес, нормативті құқықтық актілерді қолдау тәжірибесін білетін білікті маман керек. Азаматтар әдетте заңнаманың негізгі ережелерімен ғана таныс. Ал субъективті құқықтарды қорғау үшін заңды неғұрлым терең білу және оларды қолдану тәртібін меңгеру қажет. Бұл кәсіби білімі бар заңгерлер мен адвокаттардың көмегін қажет етеді. Адвокат ол адвокаттық қызмет шегінде кәсіптік негізде заңдық көмек көрсететін адвокаттар алқасы мүшесі болып табылатын азамат. Қазақстан Республикасында болашақ адвокаттарға белгілі талаптар қойылады. Болашақ адвокат, жаңа мен айтып кеткендей, яғни Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, жоғары заңдық білімі, заң мамандығы бойынша 2 жылдан кем емес жұмыс өтілі болу міндетті. Адвокаттық қызметпен айналысу үшін біліктік емтихан тапсырып, Әділет министрінің лицензиясын алу керек, және де адвокаттар алқасының мүшесі болуға міндетті. Адвокат азаматтар мен ұйымдардың мүдделерін қорғау үшін заңды әдіс тәсілдер арқылы мынандай заңгерлік көмек көрсетеді. Яғни кеңестер, түсініктемелер беру, талап арыздан шағымдар мен қолдау хаттарын толтыру және құқықтық сипаттағы өзге де құжаттарды толтыру,
тергеу және алдын ала тергеу кезінде қорғау, қылмыстық істер бойынша сотта жәбірленушілерді, азаматтық талапкерлерді және азаматтық жауапкерді ұсынады. Азаматтық істер мен әкімшілік заң бұзушылық істері бойынша соттарда және мемлекеттік органдарда өкілдік қызмет атқарады. Азаматтарға және ұйымдарға заңнамаға қайшы келмейтін заңгерлік көмек көрсетеді. Адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге қатысуы айыптаушыларды, яғни күдіктілерді қорғау қызметін жүзеге асыруға байланысты болады. Әрбір ұсталған, тұтқындалған, айыпталған адамның ұсталған, тұтқындалған немесе айыпталған сәттен бастап адвокаттың көмегін пайдалану құқығы бар. Қылмыстық жауапқа тартылған адам қорғаушы алуға міндетті. Егер ол азамат немесе оның жақын туыстары немесе заңды өкілдері адвокат шақырғысы келмесе, онда ол тергеушінің, прокурордың немесе судьяның қаулысымен тағайындалуы тиіс. Бұл жағдайда адвокаттың еңбегі толықтай республикалық бюджет қаржысынан төленеді. Заңнамада тыйым салынмаған өзге де заң көмектеріне мыналар жатады. Олар заңды тұлғалардың жарғыларын жасау және олардың құжаттарын тіркеуге әзірлеу, келісім шарттар жасау, коммерциялық операцияларға қызмет көрсету, кеңес берушілері жоқ ұйымдарға заңдық қызмет. Яғни адвокат қызметімен айналысуға құқығы бар азаматтар адвокаттар алқасы деп аталатын ерікті бірлестікке бірігеді. Адвокаттар алқасы адвокаттардың коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі басқаратын және өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады. Ол жеке және заңды тұлғаларға білікті заң көмегін көрсету үшін құрылады. Адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын және арнаулы заңда көзделген шеңберде кәсіби құқықты көмек көрсететін заңгер, яғни кең мағынасында алғанда ол қорғаушы болып табылады. Заңды көмек көрсете отырып, адвокат заң мәселелері бойынша түсіндірмелер, кеңестер мен жазбаша қорытындылар береді, талап қою арыздарын, шағымдар мен құқықтық сипаттағы басқа да құжаттарды жасайды. Соттарда, мемлекеттік және тағы басқа органдар мен ұйымдарда, азаматтық қарым-қатынастарда жеке және заңды тұлғалардың өкілі ретінде қатысады, оларды қорғауды жүзеге асырады. Адвокаттың статусы, адвокаттық қызметпен айналысу тәртібі, кәсіби құқылары мен міндеттері, мінез-құлық нормалары Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмек туралы заңында көзделген. Адвокаттар алқасының мүшесі ол жоғары заң білімі, 2 жылдан кем емес заң мамандығы бойынша жұмыс өтілі бар және адвокаттық қызмет жүзеге асыру құқығына лицензия алған адам болып табылады. Назарларыңызға рахмет.